кеш, роднойлар, қалайсыңдар? Кеше бүгін сториста болмадым, ренжімеңдер. Дайындық қызу концертке. Тұрар Досымның бүгін өткен концерті Алматы Арена 20:00-де. Алматы роднойлар, баршаңызды күтеміз. Көтеріңкі көңіл күй болсын. Алматы Аренадағы дәл қазіргі сәттен сіздерге кішігірім репортаж жасап қояйық. Жұлдызды қонақтарымыз да келіп жатыр. Мінекей Мирас Шүгіновтың продюсері мен бірге жүреді. Бүгінгі кештің себепкері Тұрар. Көңіл күй қалай? Сәттілік давай. Ал концерт басталды. Қазір разогревтегі әншілер кетті. Мен тығылып тұрмын. Мен мынандай образбен шығамын. Қазақтың батырлық. Қызық болай деп жатыр. Ал сәттілік баршамызға. Сәттілік жансерігіңіз болсын. Роднойлар, көтеріңкі көңіл күй. Уайымдап. Бүгінгі концертке дайындық басталып кетті. Басталып кетті дегенде кеш басталды негізі. Короче, екеуміз пойызбен болып. Екеуміз бірге өлең айтамыз бай. Мен билеп тұрамын. Мирастың образын таңдап отырмық. Бірінші образы осындай, қазір екіншісін көрсетемін. Мирастың екінші образы дейін десек, просто мынау ғана ауысты. Екеуміз қандай бірдей болып тұр міне. Чисто андай. Сен деп. Кешірші. Енді қайталанбайды. Енді айтып жіберіңіздер, қайсысы әдемірек. Егер мынаны таңдаса, мен мынаны шешетін боламын. Шешкім келіп тұрған жоқ, сол үшін біріншісі әдемі Мирас. Мирас, біріншісі әдемі, соны киші. Мен білемін, өзіме осыны ақ қалып, сразу. Ертең менде той, сол үшін тойға өмірімде бірінші рет андай костюм емес, осындай киейін деп жатырмын. Қалай? Жарасып кетті ғой айтыңдаршы. А? Жарасып тұр ма? По идее, шалбар бәрін өзім таңдап бердім ғой. Әдемі ма? Кайф болып тұр. Ауысады ма? Ауысады. Аяқ киім ауысады. Сосын бізде Мирас екі образды да абылды. Сен билей беремін жарай ма? Биге жазамын мен сені. Биге қатысасың құдай қаласа. Жалпы осындай ерекше образдарды біз Келсин дейтін магазиннен алдық. Осындай магазин аштық өзімізге. Жаңа бір магазин аштық. 50% скидка отыр. Киімдер тура өзінің стиліндегі киімдер бар екен андай. Свободный, оверсайз дейтіндер. Рубашка барлығы міне осында тұрады. Страница қалдырам. Келіңіздер, көріңіздер, мына жақта аяқ киімде барлығы бар. Сол ұнады. Жалпы Мирасқа да ұнады. Клипқа, өзіне келесі клипқа образдарын тауып алды. Қыздардікі де бар екен айтпақшы. Солай. Ерғазы осы машинаны сатып алған кезде айтқан жазда қыдыртамын деп. Қыдыртып жатыр. Қараңыздаршы. Бәрі қарап отыр. Осы машина Мирастың сен туралы клипіне түскен. Осы жерде отырды. Көрінбеген. Бүгін концертіне келдік. Қазір Мирас алғаш рет 1,5 жылдан кейін, Почти 2 жыл. 2 жылдан кейін сахнаға шығып өлең айтады. Біздің бірінші жұмысымыздан кейін мен не істеуім керек қазір? Сен ба? Не істеуім керек? Сен просто мені қарап тұр, былай естіп, андай продюсерлер тұсап. Қатайым өтіреді. Сосын уже машина барғаны. Міне біз көш бастайтын концертті біздің Жанс родной. Одан кейін мұнда міне ревью жүр. Ревью жүр, а? Кешірім сұрайын. Дұрыстап сөйле. Все, міне. Мынау арты, мына жақта жиналып отыр жаймен. Open air, өте күшті атмосферада болды. Сәттілік. Мен не деген бақыттымын, ревью менен сұхбат алып жатыр. Өмірімде. Мен обычно көремін ғой елдердің сұхбат бергендерінше, енді орында тұрған қызық. Тазор болып мына жерде. Жанс аттен шығам дейді ғой. Қайырлы кеш, сүйкімді бекеш. Жансерік, мынау не? Мынау не дегенде? Біз Бүгінгі Тұрар Досымның Жанс ба? дүбірлі біледі. Дүбірлі. Басталды Тұрардың концерті. Молодец. Красавчик. Керемет басталды. Йо-йо-йо. Досым жанды. Досым жанды.
көптен күткен сәттердің бірі енді инстаграмда өздеріңіз де былай түсініп жүрсіздер ғой. Дәмелі сендер білетін шығарсыңдар, иә? Біз Алматы аренада концерт беріп жатырмыз. Осындай атмосфера. Барлығына рахмет, Алматы, барлығын жақсы көремін. Тыныш роднойлар, шуламаймыз, дайрект деген маскара болып жатыр, енді босап жатыр, енді короче түсіндіріп берейін жалпы не болған. Концерт болып жатыр, Дәмеле шығады, өлең айтады, сосын сценарий бойынша мен келіп, негізі ол білмейді, Дәмеле білмейді, просто ескертіп қойды, ортасына бірдеңке болады, қатын істеме деген сияқты, интрига болады деген. Отырдық та, мен отырдым да, сонымен типа қалтадан телефон шығарып, сен алғаш көрген дейсің ма, маған суретке түсірші, осылай астынан деп едің ғой деген сияқты, и сондай ортада бітіру керек. А так, концертке келген роднойларға, баршаңызға, тыңдармандарына Тұрардың кайф болды, вообще Тұрар досым молодец, энергетика деген енді мықты болды жалпы сол жердің, сағынып қалыппыз кәдімгідей. Қайырлы түн роднойлар, сүйіп жатыңдар, кешіңдер. Сезімді сол құрғын електе, жүректегі сезім өздері, мен кешір жаным. Осыз астығымына басым мен қолдырдым, тура жер астым кезінде, енді керсінше. Оралма қашқын, оралма қашқын, оралма қашқын. әнде теміз ба? Көздеріңіз одан кейін осындай үлкен сахнада Тұрар досыма осындай мүмкіндік беріп тұрғанына. Анау видеолардан көргенде қобалжып жатасың ғой. Ой, мынандай нормально отырасың ғой, мынандай кезде әжептәуір не екен? -1 краш. Дейсің, короче, қобалжып тұрмын, өйткені бұл өмірінде қайталанбас сәттердің бірі. Дәмелі, сені алғаш көргенде есінде ма? Суретке түсірші, әдемілеп деп едің ғой. Астынан түсірші деп едің ғой. Соны түсіре салайын өз жерде. Кермен, залға! Шарпыз, біздің көйлаударымыз, шарпыз, шарпыз, шарпыз. Астанаға аман есен жеттік. Қанша келмегелі біраз болды. Досым күтіп алды, досым. Рахмет, от души. Ратбек сияқты бейнес. Маған завтрак ішпегелі бір 15 жылда болып қапты. Біраз жыл болыпты. Мен ішіп отырмын завтрак қазір. Рахмет Мико досыма. А так обед ішем постоянно. Осындай күшті дейді. Мына жерде ауыр екенші, мен қиын болып отыр. Өте жалқау рум-тур дейтін осы міне. Мына жерде есік, сосын кіресің, туалет, ванна, сосын титін жүресің. Мына жерде телевизор, төсек. Мына жерде Астананың әдемі виді. Бұл, міне, осылай. Қысқа нұсқа. Рахмет. Мына жай айдамайды екен мен. Фото ұстаған ағасын. Мына айдамай тұрыншы отыру керек маған. Қытырып кетеді екенсің. Құрсын алдында отыра берейінші. Мен бірінші рет Астанада тойдамын. Ол жақта осылай бірінші етті береді екен. Етті мол береді екен, мол береді екен. Күшті. Аяқта, мына жақта мирас күру жоқ болып отыр. Уақытпен де санасатын болдық қой. Соңыра билеп үлгермей қалдық. Тамаққа тояды екенбіз ғой. Ет тұраңыз.
Сіздің жолыңыз үлкен сауыттыран. Құмай, қонақ емесің ба? Бұл не деген сөз? Ой, осылай бере ма не? Базар жоқ, рахмет. Шо? Сарқыт. Білем ғой сарқыт екен. Ерте емес пе, соңында бермей ма? Жоқ, сразу. Қалайсыңдар, не істеватсыңдар? Мен кәдімгі өзім аждатып болдым. Кешегі концерттенгі жағдайдан кейін маған кішкене хейт келді, особенно тиктокта Дамилен ренжіттің ғой деген секілді. Жоқ, ешкім ренжіген жоқ, как говорится, екі жастың арасына есеткен сөз, поэтому араласпаңдар. Екі жастың арасына деген дұрыс түсінбей қалып жүрмеңдер. Енді сондай болып тұрады енді. Ол әзілді біреу дұрыс түсінбеді деген сияқты. Ең бастысы қыздың көңілі баяғыдай дейді. Қыздың көңілі орнында. Ал халыққа болса, ол для всех хорошим не будет, бәрін көңілінен шығу мүмкін емес, идеальный, ешкім жоқ, идеальный тек қана Алла тағала, сондықтан да енді кешірім сұраймын. Ал родныйларым, любите меня таким, какой я есть. Мен өзім бір жағдай болып қалса, все к лучшему деп қоя салам. Достарыма да, жақындарыма да всегда айтып жүрем. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар. Значит, Алла тағала солай қалады. Алланың бізге дайындаған жоспарлары біздікіне күшті. А так, осындай келіп жатқан сообщениелерге рахмет, родныйлар. Максимал түрде тырыстық, барынша энергетикамызбен бөлісуге. Көптеген сообщениелерден жіберіп алдым, стористерді отмечать еткен деген секілді. Рахмет, если что, тапсырыс қабылдаймын десең. Родной бургер жаққа келдік. Ұмытпаймыз, бізде комболар куриный 890 және говяжий 990. Никогда ашылғалы бері осыларды айтпаппын мен негізі. Родныйлар бірақ өздері келіп жатыр деген секілді. Ол бірақ акция алып бір ай. Короче, айтайын деген, ертең бұйыртса біз Ақтауда боламыз. Сағат 15:00-ден бастап доставка ашқанбыз. Родныйлар сіздермен жолығамыз. Маки-макиден, как обычно, тапсырыс беріңіздер. Сәлем деп қойыңыздар.